артық бағалаған қадірменді қонақтар мен құрметті ұстаздар және білім алушылар. Ақыл ой ақындықтың киесі абай, түгел сөздің түбі бір жүйесі абай, адалдық ар-ұяттың данышпаны, өлең сөздің патшасы иесі абай. Демекші, бүгінгі өткізгелі отырған ұлы халықтың ұлы абай атты өмірде жалқау еріншек болады. Ал екінші бала ол бізде жетсем екен, осы арманына жетсем, көрсем, істесем екен. Олар өміріндегі қойған мақсаттарына келіп, армандарын орындайды. Яғни көз жетті бір қалыпта траумасқа, адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде одан басқа. Жас қартаймақ, жол тумақ, туған өлмек. Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек. Басқан із, көрген қызық, атты алғақ. Бір құдайдан басқаны, бәрі өзгермек. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдары бірақ. Ертең өзің қайдасын, білемісің. Өлмек үшін туғансың, ойлашырақ. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсен үлгілі жақсатпен. Арттағы сөзің мен ісің қалса, өлсен де, өлмегенмен боласың тең. сергек үшін түзілген қисық өмір құран келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей, шу дегенде құлағың тосаң сыйды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқан дұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз. Кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт әрсіз. Бұл махрұм, қалмағыма кім жазалы, қолымды төксемейсен өстемейді. Адамның бір қызығы бала деген бала. Өзімде басқа шықтым төс көредім, қазаққа қара сөз